әнде ерекше гармония бар. Енді мен музыкалық жағын талдайтын болғандықтан, мен гармонияға басымды қаттырақ ауыртатындықтан, маған гармониясын талдау барысында көптеген қызықты элементтер кездесті. Негізі бұл ән интросы, яғни кіріспесі 8 тактіден тұрады. Мұқият тыңдасаңыздар, мынау тоника, мынау 6-шы басқыш, мынау 3-ші басқыштың нон аккорды, күрделі аккордтардың бірі, 7-ші басқыш, қайтадан тоника, 6-шы басқыштың септаккорды, мен үшін 3-ші басқыштың нон аккорды, және қайтадан тоникаға қайтып келеді. Бұл жерде мен не үшін аккордтарды осылай бөліп айтып жатқам? Интрода кіріспеде берілген осы 5 аккордтар, өзара ауысып отыратын осы аккордтар интрода кіріспеде берілген бүкіл шығарма бойынша ойналып отырады. Бұл жердегі интрода берілген аккордтар жүйесі өте күрделі. Қарапайым аккордтар жүйесімен жаңағы алдында да біз басқа әншілерді талдап жатырмыз, сол жерде кездесетін қарапайым аккордтармен салыстырғанда, сол әндерде, басқа әншілердің әндерінде кездесетін қарапайым аккордтармен салыстырғанда, бұл аккордтар жүйесі әлдеқайда күрделі. Зактың партиясындағы рэп болсын, Эйзидің рэпі болсын, одан қалса қайырма болсын, бәрі осы аккордтар желісінде құралған. Аккордтар күрделірек. Мысалы, осыған дейінгі талдауларда біз 3-ші басқыштың нон аккорды деген мысалы аккордты мен кездестірмегем. Музыканттардың құлағына алтын сырға, бәлкім мен шатастырған шығармын. Егер бұл нон аккорд болмаса, сіздер пікірге жаза кетіңіздер, Балнұр бұл дұрыс емес, бұл нон аккорд емес деп. Бірақ осы нон аккордты кездестіргенде, мысалы мен Рахманиновтың шығармашылығын талдап атып, нон аккорд 3-ші басқыштың нон аккордын кездестірсем, мен оны белгілеймін да, жарайды деп әрмен қарай кете беремін. Бұл поп мәдениет қой, бұл әлдеқайда жеңіл жанрлар ғой. Осындай жеңіл жанрда осындай күрделі аккорд болатынына мен таңғалғаным рас енді.